Оқушылар 5-21 есеп 12 ықшамдандар. Бірінші есепте а қосылған b-ның квадратын біз бірден ашайық. Жақшаны алып тастайық. Бізде сонда а квадрат қосылған а-ны b-ға көбейтіп 2 еселейміз. Сонда 2ab қосылған b квадрат минус. Жақшаның ішіне жазайық минус болғандықтан. Минуспен болса а квадрат минус 2ab плюс b квадрат тең. Ары қарай. Енді мына минуспен жақшаны ашсақ, барлығы қарама-қарсы баға болады. Сонда а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат минус а квадрат плюс 2ab минус b квадрат. Енді ары қарай ықшамдайық. А квадратпен а квадрат жойылады, b квадратпен минус b квадрат жойылады. Сонда 2ab-ға 2ab-ны қоссақ 4ab болады екен. Келесі екінші есеп. m плюс 4-тің квадраты дегеніміз, плюспен болса онда жақша жазбай қояйық. Бірден m квадрат қосылған, m-ді 4-ке көбейтеміз. 4m 2 еселейміз. 8m плюс 4-тің квадраты 16. Минус, мына жерде 4 бар айтпақшы. Минус 4. Жақшаның ішінде m плюс 1-дің квадратын ашайық. Ол бізде m квадрат плюс 2m плюс 1 тең m квадрат қосылған 8m плюс 16. Енді мына минус 4-ті мына жақшаға көбейтіп шығамыз. Сонда минус 4m квадрат минус 8m минус 4 тең. Ықшамдайық. m квадраттан 4m квадрат азайтсақ минус 3m квадрат плюс 8m мен минус 8m жойылады. 16-дан 4 азайтсақ плюс 12. Мына жерде ортақ көбейткіш жақша сыртына шығаруға болады. Ол бізде минус 3. m квадрат минус 4. Осындай жауапты қабылдауға болады екен. Үшінші есеп. 3 еселенген. Мына жақшаны ашайық. 2 азайтылған y-дің квадраты дегеніміз 4 азайту 4y плюс y квадрат плюс 4 еселенген. y минус 5-тің квадрат дегеніміз y квадрат минус 10y плюс 25 тең. Енді мынау 3-ті жақшаға көбейтсек, бізде 12 минус 12y плюс 3y квадрат плюс, енді 4-ті мына жақшаға көбейтіп шығамыз, сонда плюс 4y квадрат минус 40y плюс 425-ке көбейтсек 100 тең. Ықшамдайық. Бірінші мынау y квадратпен жұмыс жасайық. Ұқсастықтарды біріктірейік, сонда 3-ке 4-ті қоссақ 7y квадрат. Ары қарай минус 12y пен минус 40y ол бізде минус 52y-ті береді. Енді сан қалды, 12-ге 100-ді қоссақ 112 болады екен. Төртінші есеп. 5 көбейтілген, жақшаның ішінде 3 минус 5x-тің квадрат дегеніміз 9 азайтылған. 3-ті 5x-қа көбейтсек 15x, 2 еселесек 30x плюс 5x-тің квадраты 25x квадрат минус 5. Мына жерде 3x-ті екінші жақшаға көбейтіп шығамыз, сосын минус 7-ні тағы да көбейтіп шығамыз, е? Сонда жақшаны ашайық. 3x-ті 3x-қа көбейтсек 9x квадрат. Келесі 3x-ті 7-ге көбейтсек плюс 21x минус 7-ні 3x-қа көбейтсек 21x. Және минус 7-ні плюс 7-ге көбейтсек минус 49 болады. Жақсы, әрі қарай мына 5-ті жақшаның ішіне көбейтіп шығайық. Сонда 45 минус 150x плюс 75x квадрат минус, мына жерде қараңыздар, плюс 21x пен минус 21x жойылады. Сонда 9x квадрат минус 49 деген қалады. Ол минус 5-ке көбейтсек, сонда минус 45x квадрат. Мына минус пен мына минус бізде плюс болады. 49-ды 5-ке көбейтсек, так, 145 болады. Ары қарай ықшамдайық. Бірінші x квадраттармен жұмыс жасайық. 75x квадраттан 45x квадратты айтсақ 30x квадрат болады. 150x минус 150x. Және де 45-ке 145-ті қоссақ плюс 190 болады екен. Жақсы, 5-ші есеп. А плюс 1-дің квадрат дегеніміз ол бізде жақшаны жазбай қойық. Бірден а квадрат плюс 2а плюс 1 болады. Ары қарай плюс 3 еселенген. А минус 1-дің квадрат дегеніміз ол а квадрат минус 2а плюс 1 минус, мына жерде көрінбей қалады. Так, тағы да көбейтіп шығамыз, е? А-ны
аға және 1-ге көбейтеміз. Одан кейін минус 1-ді аға және де плюс 1-ге көбейтеміз. Сонда 5 еселенгенін жақшашамыз. Аны аға көбейтсек, а квадрат. Аны 1-ге көбейтсек, плюс а болады. Минус 1-ді аға көбейтсек, минус а. Минус 1-ді плюс 1-ге көбейтсек, минус 1 болады екен. Мына жерде тағы да плюс а мен минус а жойылады. Қарамастан болғаннан кейін. Так, а квадрат плюс 2а плюс 1. 3 еселенген. А квадрат минус 6а плюс 3 болады, е? Минус, мына 5-ті енді жақшаға көбейтіп шығамыз. Сонда минус 5а квадрат және минус 5 пен минус 1-ді көбейтсек, плюс 5 болады екен. Құшамдаймыз, бірінші а квадраттан бастайық. Міне а квадрат бар, міне 3а квадрат бар, және де міне 5а квадрат бар екен, е? Мына жерде көрінбейтін 1 бар, сонда 1-ге 3-ті қоссақ 4, 4-тен 5-ті азайтсақ, минус 1 болады. Енді минус 1а квадрат деп жазбаймыз, 1-ден минус а квадрат деп жазамыз. Мына 1 керек емес бізге. Минус а квадрат. Енді ұқсас мүшелерді тағы да қараймыз. Ол бізде 2а және де минус 6а, е? 2адан 6аны азайтсақ, минус 4а болады. Және де мына жерде сандармен жұмыс жасаймыз қалдық. Ол бізде міне плюс 1 бар, плюс 3 бар және плюс 5 бар. 1-ге 3-ті қоссақ 4, 4-ге 5-ті қоссақ 9 болады екен. Соңғы 6-шы есеп. X минус 1-дің квадраты дегеніміз ол. X квадрат минус 2x плюс 1 болады. Азайтылған 4 еселенген. X плюс 1-дің квадраты дегеніміз. X квадрат плюс 2x плюс 1 минус 6. Мына жерде тағы да көбейтіп шығамыз. Сонда x квадрат минус x плюс x минус 1. Так, қараңыздар, минус x пен плюс x жойылады. Мына жерде x квадрат минус 2x плюс 1-ін өзін жазыламыз. Мына минус 4-ті жақшаның ішіне көбейтіп шығамыз. Сонда минус 4x квадрат минус 8x минус 4 болады, е? Азайтылған, мына 6-ны тағы да жақшаға көбейтіп шығамыз. Сонда минус 6x квадрат минус 6-ға минус 1-ді көбейтсек, плюс 6 болады. Жақсы, ұқсас мүшелерді қояйық. Ол бізде міне x квадрат минус 4x квадрат және минус 6x квадрат. Так, 1-ден 4-ті азайтсақ, минус 3, минус 3-тен 6-ны азайтсақ, минус 9x квадрат болады екен, е? Ары қарай минус 2x минус 8x ол бізде минус 10x береді екен, е? Ақшамдасақ. Сандарды қарайық. Плюс 1 бар, минус 4 бар және де плюс 6 бар екен. Так, 1-ден 4 азайтсақ, минус 3, минус 3-ке 6-ны қоссақ, плюс 3 болады екен. Жақсы, келесі есеп, 5-22 есеп, амалдары орындаңдар дейді. Так, біріншісінде қараңыздар. 3а плюс b-ның квадратына шақырайық. Мына жерде бір жақша бар. Ол бөлек жақша. Одан кейін 3а плюс b-ның квадраты дегеніміз. 3а-ның квадраты 9а квадрат плюс, плюстан бастыр. 3а-ны b-ға көбейтеміз. 3аб, 2 еселесек 6аб болады. Плюс b-ның квадраты ол b квадрат. Енді минус, так, мына жерде а плюс 3b-ның тағы да квадраты керек екен. Мынаны жақшаға жазайық, өйткені минустан басқа бізге әсер етеді екен. Так, а плюс 3b-ның квадраты дегеніміз ол бізде а квадрат плюс, мына жерде там бұл плюс себебі. Одан кейін аны 3b-ға көбейтсек, 3аб, 2 еселесек 6аб болады. Енді 3b-ның квадраты дегеніміз плюс 9b квадрат болады екен. Жақсы, жақшаны жабайық. Тағы бір жақша бар, көбейтілген 2аб. Жақсы, енді мына жақшаны ашайық. Сонда не болады? 9а квадрат плюс 6аб плюс b квадрат минус. Мына минус барлығына қарама-қарсылығы өзгертеді. Сонда минус а квадрат минус 6аб минус 9b квадрат. Жақшаны жабамыз, көбейтілген 2аб, е? Ары қарай шығарайық. Қарайық. Мына жердегі плюс 6аб мен минус 6аб болады. Содан кейін болды, е? Енді ұқсас мүшелерді біріктейік. Ол бізде 9а квадрат пен минус а квадрат, ол бізде 8а квадратты береді. Так, жақшаны ұмытпаймыз. b квадраттан 9b квадратты азайтсақ, яғни 1-ден 9 азайтсақ, минус 8b квадрат болады екен, е? Көбейтілген 2аб. Енді мына 2аб-ны жақшаның ішіне көбейтіп шығамыз. Кезек-кезек. Сонда 8а квадратты 2аб-ға көбейтсек, санды санға көбейтсек 16 болады. А квадрат пен мына жерде тағы бір дәрежесі бар, ол бізде а куб болады. Б бізде өзі жалғанып жазылады, е? Минус, өйткені там мына жерде минус. Так, 8-ді 2 көбейтеміз. 16. А-ның өзін жазамыз. Және
бұның мына жерде 2 дәрежесі, мына жерде 1 дәрежесі көбейту кезінде ол қосылады, сонда куб болады екен. Осындай жауап болады. Екінші есеп. Так, жақшаны ашамыз. Х квадрат қосылған 2х-ның квадраты дегеніміз, ол бізде х-ның 4 дәрежесі қосылған. Мына екеуін бір-біріне көбейтсек, 2х куб болады. 2 еселесек 4х куб болады екен, плюс 4х квадрат. Қосылған. Қосу болса, онда жақша керек емес. Жақшаны сақтамайды. Мына жерде біз жақшаны жаздық, себебі мына жерде минустан басты. Так, плюс болса, онда жаза береміз. 2х-ның квадраты дегеніміз ол 4х-ның 4 дәрежесі минус 2х квадратты х-қа көбейтсек 2х куб, 2 еселесек 4х куб болады. Плюс х квадрат. Бөлінген жақшаның сыртында 5х квадрат, иә? Так, мына жерде қарайық. Бізде плюс 4х куб пен минус 4х куб жойылады. Ары қарай өрнектейік, ақшамдайық. Так, мына жерде 1х-ның 4 дәрежесі қосылған 4х-ның 4 дәрежесі ол бізде 5х-ның 4 дәрежесін береді. Ары қарай 4х квадратқа 1х квадратты қоссақ 5х квадрат болады. Және осының бәрін 5х квадратқа бөлу керекпіз. Енді мынау бөлу кезінде, көбейту кезінде сияқты жеке-жеке бөліп шығамыз. 5х 4 дәрежесін 5х квадратқа бөлсек, былай жазсақ та болады. 5х 4 дәрежесін 5х квадратқа бөлеміз. Қосылған 5х квадратты 5х квадратқа бөлеміз. Жеке-жеке бөліп шықтық. Сонда, қараңыздар, 5 пен 5 қысқарады. Х-ның 4 дәрежесінен х-ның 2 дәрежесін бөлген кезде, негіздер бірдей болса, онда өзі жазылады негізі, және бөлу кезінде дәрежеде азайтылады. Соны 4-тен 2-ні азайтамыз, 2-ні өзі қалады. Плюс 5х квадратты 5х квадратқа бөлсек, бізде не қалады? 1 қалады. Себебі кез келген санды, немесе өрнекті өз-өзіне бөлсең, онда 1 шығады. Болды, осымен жауап осылай болады екен. Келесі 5-23 есеп. А минус b квадрат өрнегіне қандай өрнекті қосқанда қосынды а плюс b-ның квадрат өрнегіне тең-бе-тең болады дейді. Так, енді жазайық. А минус b-ның квадраты дегеніміз, және оған бірдеңе қосу керек, тең-бе-теңдік орындалатындай. Қандай тең-бе-теңдік? Екінші теңдікте мына жерде а плюс b-ның квадраты орындалу керек дейді. Енді мына а минус b-ның квадратын ашайық. Ол не болады? А квадрат минус 2аб плюс b квадрат, қосылған. Бірдеңе қосамыз, тең а плюс b-ның квадраты болды. Енді а плюс b-ның квадраты дегеніміз ол а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Қараңыздар, а квадрат бізде бар, b квадрат бізде бар. Тамалар бәрі тең, бірақ бізге бірдеңе қосу керек, чтобы мынау минус 2аб плюс 2аб өзгеретін. Енді қарайық, не қосымызға болады? Ол әрине 4аб болады. Неге? Себебі минус 2аб-ға 4аб-ны қоссақ, бізде 2аб шығады. Неге? Себебі бұлар ұқсас мүшелер. Минус 2-ге 4-ті қоссақ, плюс 2 шығады. Демек, мынау теңдік орындалып тұр. Қараңыздар. Сонда жауап бізде 4аб өрнегін мынау а минус b-ның квадратына қоссақ, онда а плюс b-ның квадраты шығады екен. 24-ші есеп тең-бе-теңдік дәлелдеңдер дейді. А минус b-ның квадраты b минус а-ның квадратына тең екенін дәлелдеу керекпіз. Онда былай істейік, қараңыздар. Бұл жерде негізі біз жай ғана жүк дәреже емес. А минус b мен b минус а-ны біз теңестіре алмаймыз дейміз. Біле білсеңіздер. Неге? Себебі бұл азайғыштар, қосылғышта оның орнын ауыстыруға болады. А плюс b мен b плюс а тең деп айта аламыз. Неге? Себебі қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосынның мәні өзгермейді. Ал минус кезінде ол бөлек. Мысалы, қараңыздар. А-ның орнына мысалы 5 деп жазайық, b-ның орнына 3 деп жазайық. 5-тен 3-ті азайтсақ, бізде 2 болады, дұрыс па? Ал керісінше орнын ауыстырып 3-тен 5-ті азайтсақ, біз 2 деп жаза аламыз ба? Жоқ. Бұл 3-тен 5-ті азайтсақ, бізде минус 2 болады. Демек, бұлар тең емес. Енді бұлар тең болу үшін біз бұл тақ дәрежелі, қараңыздар, нөміріңіздер. Олай ауыстыруға болмайды. Бұлар тең болу үшін біз мына өрнекті ауыстырған кезде, а минус b-ны b минус а-ға ауыстырған кезде, алдына міндетті түрде минусты қою керекпіз. Себебі мынау екі жақтың балансы сақталу керек. Енді қайтадан қойып көрейік сандар. А-ның орнына 5-ті қояйық, b-ның орнына 3-ті қояйық. Сонда қараңыздар. 5-тен 3-ті айтсақ 2 болады. Жазайық.
мына жерде минустан басын ұмытпайық. Енді орнын ауыстырдық, иә? 3-тен 5-ті азайтамыз. 3-тен 5-ті азайтсақ неше болады? -2 болады. Енді қараңыздар, мына минус пен мына минус бізде плюсті береді, 2 мен 2 теңеседі екен, сондай. Ал енді мына жерде жасайық, 5 қосу 3 пен 3 қосу 5 тең. 8-де 8 болады. Мына жерде енді дәрежесі жоқ. Егер жоқ дәреже болса, онда орындарын ауыстырғанымен теңдік өзгермейді. Себебі, қараңыздар, енді дәлелдеймін. А минус b-ның квадраты деген ашайық. Ол бізде қалай болады? А квадрат минус 2ab плюс b квадрат болады. Дұрыс па? Так, кешірім сұраймын. Ал келесі, мына жерде қарайық. b минус a-ның квадраты дегеніміз. b минус a-ның квадраты дегеніміз ол b квадрат минус 2ab плюс b квадрат болады. Дұрыс па? Қараңыздар. b квадрат бар ма? Иә, бар. Минус 2ab бар ма? Иә, міне бар. Және де, мына жерде а квадрат қой. А квадрат бар ма? Міне бар. Теңдік орындалып тұр. Немесе екінші тәсіл былай дәлелдеуге болады. А минус b-ның квадратын өзін қалдырайық. Мынау b минус a-ны біз жаңағы мынандай орын ауыстырып делік. Демек біз алдына не қою керекпіз? Мынау минусты қою керекпіз. Так, енді мына b минус a-ны ауыстырсақ, егерде a минус b қылдырып, онда алдына міндетті түрде минус қою керекпіз. Және оны не істейміз? Мынау квадрат дәрежесін ұмытпаймыз. Квадраттаймыз. Сонда қараңыздар. Так, минус 1 квадратын жазайын қайталап. Енді қараңыздар. Мына минус біз алдыңғы есептерде шығарғандай, мына минус бізде квадрат алған кезде не болып кетеді? Минусқа минусты көбейтсек, яғни 2 дәрежесі деген 2 рет көбейту деген сөз ғой өз-өзіне. Ол бізде плюстан басын береді. Болды, сонымен мынау минустан ба жойылып кетеді. Жай ғана а минус b-ның квадраты өзі шығады екен. Екі тәсілмен дәлелдедік, формуланы ашып та дәлелдедік, мына минусты алдына қойып та дәлелдедік. Мынау теңбе-теңдік тең екенін осылай көрсетеміз. Енді екінші есепті көрейік. Екінші есепте минус а минус b-ның квадраты дейді, а плюс b-ның квадратына тең. Мына минусты жақшаның сыртына ортақ көбейткіш қылып шығарайық. Енді бізде не қалады жақшаның ішінде? Минус, мына жақшаның сыртына шығардық, демек а плюс b болып қалады екен. Дұрыс па? Осыны квадраттауды ұмытпаймыз. Мынау оң жақтағы а плюс b-ның квадратын жазамыз өзіне. Астын дәлелдейік. Так, мынау минусты квадратасақ, бағана айтқандай, ол бізде плюс береді екен. Сонда өзін жазамыз. Жай ғана а плюс b-ның квадраты қалып қояды сонда. Солай бізде теңдік дәлелденеді.